Сәлем достар, сіздермен бірге блогер ютубе каналы. Мен бүгін сіздерге өте қызықты ақпарат айтпақшымын. Сол үшін мен каналыма тіркеліп, лайк пен комментарияны аямай басып жібереміз. Бұл мәлімет сіздерге өте қатты қызық болмақ. Біләт, көтімді қыста дұрыстап тыңдай не екенін. Сен әрине қалдың. Подписка жасап қоямыз, каналға тіркеліп, қазақ ютубын сіз және мен бәріміз бірге қосылып, бір жұдырықтай жұмылып, қазақ ютубын бірге дамытайық. Енді өздеріңіз білесіздер, мына қарғыс атқыр арақ. Бұның саудада, бұл бірінші орында тұр ғой. Саудада арақ, темекі, пиво, в общем, денсаулыққа зиян заттардың бәрі саудада бірінші орында. Ол бәлекет болмаса, значит, сауда болмайды. Бұның бағасын көтер. Мынау 1000 теңге тұратын болса, бұны жарайды. 10.000 теңгеге көтеріп тастап, бұны по-любому сатып алады ғой, бұны ше. По-любому сатып алады. Адамдарға таң қаламын осы. Bir қыста bir көмір саттық мысалы. Көмірдің бағасы үшін аржақтан камазбен тасып, алып сатып алушылар короче. Солар бағаны енді қосады ғой, көмір қымбаттаған кезде. Мөлшері 700 теңгеден болып тұрды да 800 теңгеге көтерілді. Тоннасы 12.000 теңгеден 14.000 теңгеге көтерілді. Онда кісілер келеді алуға. Бауырым мөлшері қанша? 800 теңге деп айтасың. Ой, бай деп шошып кетеді ғой. Өздеріне керек нәрсені алуға шошиды ғой. Неге қымбат деп анарда тұрып дауласады. Сонда қараш, мына бәлекетті 10.000 теңгеге қымбаттатып жерсе де, бұл бәлекетті дауласпай-ақ алады ғой. Пиваны да, арақты да, темекіні де солай алады ғой. Магазинге барады, дауласпай-ақ тұрып алады ғой осы бәлекетті. Сендерге не деймін достар, бұл бәлекетке жоламаңдар. Бұның зияны деген өте көп. Тем более мына арақтар қазір таза емес қой, таза емес. Өте зиян, өте көп. Біріншіден почка, печень, қан тамырлары адамның организміне, одан кейін миға, көзге, құлаққа, танауға, мұрынға, өкпеге, бүкіл жерге зиян ғой. Бұны ішетін адам да бар, өліп тұрып ішетін адам да бар. Енді өліп тұрып ішетін адамдар ол алқаштар. Арақты не үшін ішіп жүргендерін білмейді. Ал жай ішетін адамдар, олар мысалы жылына бір рет или бір айда бір коллективпен, компаниямен отырған кездегілер ол. Олар өйткені білет не үшін ішетінін. Демалады өздері. Расслабуха дейді ғой, мысалы бір демалады, мысалы жұмыстан шаршайды, ау-мау, ырың-жырың болады, айтет, бүйтет. Соны шаршағаннан кейін бір достарымен отырып, осылай бір жарты ішеді олар. Зато өздерін шаршағандарын басады. Ал постоянно арақсыз тұра беретін, тұра алмайтын адамдар, олардікі жандай ғой, кодировкаға барады, кодировкасын уақыты біткетсе, шет, короче, организм сініп алғанда организмға. Неметеді ғой, организм талап етіп тұрады, арақ деп, адреналин ғой, бұны ішпесе, адам алқаштар өліп кетуі де мүмкін бұл бәлекеттен. Сосын бұл бәлекеттің, немесіне организмге, мысалы, адамның организмі бұл бәлекет ішкен кезде уланады ғой. Уланғаннан кейін организм бұнымен күреседі. Одан кейін сыртқа шығарады организм оны. Оны адам құсады. Организм қайтадан өз қалпына келе бастайды. Адам 2-3 ай, 1 ай ішпейді. Организм өзінің қалпына келіп алады. Ал алқаштарда ондай жоқ. Алқаштар өзі іше берген. Одан кейін алады да организм қайтеді. Организм соған бейімделеді. Бейімделгеннен кейін
болмайды уже оған. Емделу керек, наркологическийға жату керек. Шыдайтындар шыдап қойып кетеді, шыдамайтындар наркологическийға барады, жатады, емделіп дәрісін ішіп шығады. Одан кейін бір көшеде көрсең деп келе жатады ғой, жебіречке деп. Сол достар, сендерге айтатын мына әрекетке вообще жоламаңдар. Алқаш болудан Алла өзі сақтасын. Қош саламатта болыңыздар. Менің каналымды қолдап, ары қарай дамуына сіздерден қолдау күтемін.